Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қарыз мәселесіне қатысты сұрақтар келіп жатыр. Сол себептен қарыз мәселесін қарастырып көрейік. Қарыз негізі екі түрлі болады. Біріншісі ақшалай қарыз алу. Мысалға, бір бауырына барып, бауырым ақшам жоқ еді, керек болып тұр, маған 10 мың теңге қарызға берші, айдың басында әкеп берем, деген сияқты. Екіншісі, сауда саттықтан себеп туындайтын қарыз, яғни белгілі қомақада ақшам болмай, бірақ та белгілі бір зат саған міндетті түрде керек болып тұр. Сен келдіңде сатып тұрған адамға бұл затынды маған сат. Мысалға, машина болуы мүмкін, үй болуы мүмкін, немесе тағы да басқа бір нәрселер, үй жабдықтары сияқты, телефон сияқты. Саған айма-ай, мысалға, белгілі бір мөлшерде төлеп, 6 айда немесе 1 жылда қарызымнан құтыламын деп сөйтіп затты қарызға алу бар. Бұл екінші түр. Бұл қарыздың екі түріне қатысты үкім де әртүрлі болады негізі. Сол үшін әрбіреуін жеке қарастырамыз. Бірінші қарыздың түрінде ақшалай қарыз алған кезде уақытын белгілеу, қашан қайтаратындығынды айтып кету, бұл мұстахаб болады. Шарт емес. Яғни, егер кісі бір бауырынан ақшалай қарыз алып жатқан кезде уақытын белгілемей, сосын әкеп берем, жалақы түскесін әкеп берем, ақша болғасын әкеп берем деген сияқты сөздермен қарыз алатын болса, ол күнәһар болып қалмайды. Тек қана мұстахаб бір амалды тәрк қылған болады. Осыдан себеп, жаңағы ақшалай қарыз алған кезде уақытын белгілеу шарт болмағаннан себеп, қарыз берген кісі кез келген уақытта қарызын талап қыла алады. Тіпті қарыз берілетін мезгіл белгіленсе де, мысалы, бауырымыз келіп қарыз алады бір мұсылман бауырдан, белгілі бір ақша, уақытында белгілеп қояды, 1 ай деп қояды мысалға. Бірақ 1 ай өтпей қарыз берген кісі жаңағы бауырымызға келіп, маған ақша керек еді, қарызым бар еді ғой, сол қарызымды маған қайтаршы деп айтатын болса, онда шариғат тұрғысынан қарыз алған кісі ақшасын қайтару керек. Егер ақшасы болмаса, басқа біреуден қарыз алып, оған ақшасын қайтару керек болады. Бұл ақшалай қарызға қатысты. Екінші қарыздың түрі сауда саттықтан себеп туындайтын қарыз. Бұл жерде уақытын белгілеу шарт болады. Егер бір затты қарызға алған кезде уақытын белгілемесе, мерзімін белгілемесе, онда жасаған саудалары фасик болады, яғни күнәға ұшырайды екі жақта. Сол себептен біреуден, мысалға, машинаны сатып алып жатқан кезде қарызға міндетті түрде қашан беретіндігін, қалай беретіндігін бәрін айтып кету керек. Ал егер айтпай, ақша болғанда берем, сосын берем деп осы сияқты сөздерді қолданып қарыз алатын болса, онда сатқанда, сатып алғанда күнәһар болып қалады екен. Осы қарыздың екінші түрінде уақытын белгілеу шарт болғаннан себеп, қарыз берген, яғни қарызға сатқан кісі, затын қарызға сатқан кісі уақыты келмей ақшасында талап қыла алмайды.
талап қылған жағдайда сатып алушы, қарызға сатып алушы оған уақыт әлі бар, мен саған пәленше уақытта берем деп айттым, сол уақытта қайтарам деп сабыр ет деп осы сөздерін айта алады. Жалпы қарызға қатысты үкімдер осылай. Енді кейбір мәселелерде туындайды. Қазіргі таңда, қазіргі жағдаймен кейбір бауырларымыз қарыз алып, мысалға бір айдан кейін қайтарып беремін деп қарыз алып, бірақ қарыздарын уақытылы қайтармайды. Уақыт келеді, қарыздарын қайтармайды. Бір аптадан кейін қайтарып беремін, келесі айда қайтарып беремін. Осылай жүріп, айлар, жылдар өтуі мүмкін. Енді біз бұған байланысты не дейміз? Біздің еліміз шариғат мемлекеті емес. Сол үшін шариғаттың белгілі заңдары жүрмейді бұл жерде. Егер шариғат үкіметі болғанында, шариғат заңы жүргенінде, онда екі куәгер табылса, сол екі куәгермен қади сот иесіне, қадиға барып, шағымданып, пәленше бауырым менен қарыз алған еді, пәленше уақытта қайтарам деп, міне осы екі куәгерім бар, қарызын қайтармай жатыр десе, және де екі кісінің куәгерлігі қабыл етілсе, сөйтіп қади не істейді? Жаңағы қарыз алған бауырымызды міндетті түрде ол кісіге қарызын төлеткізеді. Егер ақшасы болмаған жағдайда жұмыс істеткізіп, тез арада төлеткізуге тырысады. Ал енді қазір мұндай бір мәселелер жоқ. Сол үшін қазіргі таңда қарыз беруші бауырларымыз осындай жағдайға ұшыраса, ол мазлум үкімінде болады, яғни зұлымға ұшыраған үкімінде болады. Ондай жағдайда сабыр етсін, сауабын Алладан үміт етсін, жаңағы бауырының жаңағы несін кешірсін, бір бөлігін кешірсін. Бермей жатса, онда толығымен кешіре салсын, ертең сауабын Алладан үміт етіп, иншалла дұға қылсын. Бұл кісі мазлум адамның үкімінде болады, зұлымға ұшыраған, ал мазлум адамның дұғасы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтқанындай қайтарылмайды. Иншалла. Енді қазіргі таңда бұл мәселелер көп жаңағындай жайылып таралып кетті. Бұндай жағдайға ұшырамау үшін бауырларымыз егер істей алса, онда нотариус арқылы заңды бір жүзде жасап, сөйтіп қарыз берсін. Егер кісі сенімді болмаса, егер сенімді болса, онда иншалла онсыз да беруге болады. Егер сенімді, бұрыннан бері жұмыс істеп келе жатқан адам болса, онда оған да бару керек емес. Ал егер сенімсіз болса, бір ойында бір күмән болса ішінде, онда жаңағындай істерге бас ұрып, нотариус сияқты заң жүзінде бәрін бекітіп, сөйтіп қарыздарын берсін. Иншалла. Жалпы қарыз беруде жазу ол мұстахаб, сүннет амал болып келеді. Бұған байланысты Құран кәрімде Аллаху Тағала да Бақара сүресінің ең ұзын аяты, жалпы Құран кәрімде ең ұзын аят есептеледі. Бір аят бір бетті толық алып тұр. Сол аятында Я айюхаллазина аману иза тадаянтум бидейнин иля аджали мусамман фактубух. Ей мұсылмандар, бір-бірлеріне қарыз бергендерінде, белгілі бір уақытқа қарыз бергендерінде, ол жаңағы жасаған амалдарында, ол қарыздарында жазыңдар. Дейді, фасташхиду шахидейни мин риджаликум. Екі куәгерлерім болсын, еркектерден екі куәгерлерім болсын. Сол жерге келіп, пәленшеге осыншама ақша қарыз берді. Пәленше куәгерлер куә болды, қолдары қойылсын. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Ал егер екі еркек болмаса, онда бір еркек, екі әйел. Неге өткені бір әйел ұмытқан жағдайда екіншісі оған еске түсіргізеді. Сол себептен бір еркек, екі әйел немесе тым болмағанда куә болып, сол жерде қолдарын қойып, біз куә болдық деп
сондай бір түрде жаңағындай договор жасап жазсын дейді. Жалпы бұл мұстахаб амал болады. Сол үшін қазіргі таңда осындай ихтилафтардан, тартыстардан шығу үшін осындай бір амалдарды жасаса, жазып, етіп, куәгерлерді алып келіп, да мысалға, бұл да нұр үстіне нұр болады, иншалла. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.